Жаңа аталған бірінші точкадан енді гидробиологиялық сынамалар алынып жатыр. Қазір зоопланктон алыну барысы. Одан кейін бентос, фитопланктон алынатын болады. Қазір міне судың түбінен бентостық организмдерді алу сәті черпатель арқылы. Қазір жағаға барып, бұны разбирать ететін боламыз бұйыртса. Қазір міне енді фитопланктон пробасын сынамасын алу барысы. Бұны да лабораториялық жағдайда зерттейтін боламыз. Бүгін міне 5-ші қараша жаңағы бірінші точкадан алған. Бүгін 5-ші қараша 22-ші жыл инспекция қызметкерлері, біздің қызметкерлер бар, барлығымыз жаңағы балық қырылған жерлеріне нелерді сынамаларды шығарып, бұл сынамалардың барлығы қазір лабораторияға бар, ары қарай зерттеулерге жөнелтілетін болады. Осы 2-ші точкадан енді бентос аламыз бұйыртса, қазір зообентос сынамасы. Zoobentos alındı mı? Sırttan stansiya жазылды. Бұл станция бойынша тереңдігі, судың мөлдірлігі, температурасы барлығы жазылып, журналға тіркеліп жатыр. Осы бойынша ары қарай зертханада жұмыстар жалғасатын болады. Осы жаңағы 2-ші точкадан
Фитопланктон сынамасы алынып жатыр. Бұл сынамада қазір жаңағы тіркеледі, номерін жазып, фиксация жасалып, зертханаға жіберілетін болады. Міне қазір гидробиологиялық пробаларды аламыз. Бұйыртса зоопланктон аламыз. Бүгін міне 5 қараша Қапшағай су қоймасындамыз. Қапшағай су қоймасында 11-ші балық аулау учаскесіндеміз. Кәсіптік балық аулау. Осы жерде балық қырылу тіркелген болатын 2 қараша күні. Бүгін міне Балқаш-Алакөл облысаралық балық шаруашылық инспекциясының қызметкері бар. Міне біздің балық шаруашылық ғылыми өндіріс орталығының қызметкерлері. Қазір судың химиялық жағдайын қарап жатырмыз. Температура 12. Су 12. 12'de 1 көрсетіпті. Кислород 8'de 6. pH 9'da 2 көрсетіп тұр. Балық қырылған участок. Солевой составпен не сенде? Биоген. Биогенмен тұздылығын, тұздылық құрамын. Бүгін міне 5 қараша 22 жыл. Қапшағай су қоймасындамыз, 11-ші балық аулау учаскесіндеміз. Біз осы учаскеден 3 точка белгілеп, сол 3 точкадан жаңағы гидрохимия, гидробиологиялық сынамалар жинадық. Инспекция қызметкерлері бізбен бірге міне жұмыс жасап жатырмыз. Бұлар енді қазір лабораторияға жөнелтілетін болады. Бұның барлығы жаңағы этикеткасы шаптырылып, номер қойылып, жиналды. Осыны ары қарай лабораторияда жаңағы зертханада зерттеп, нәтижелерін кейінірек жолдайтын боламыз. 5 қараша балық қырылған аймақтамыз. 2-ші точка бұл ашық акваториядамыз. Біз жаңа судың температурасы 12'de 1 көрсетіп тұр. pH көрсетіп тұр 8,52. Кислород 9'da 2'ni көрсетіп тұр. Қазір енді суын аламыз, пробасын.